түсініңіз тәңіршілдік деген түсінік қай жерден келген? Тәңіршілдік деген жалпы дін бар ма сондай? Екіншіден, рух деп шабады. Неге деген кезде бұл рух деп шабу бір Құдайға табыну идеясында болуы міндетті емес. Аруақ деп, немесе аруақ қолдасын деп сөйтіп бір аруақты Құдайға аруақтан сұрап жатқан сияқты, или Құдайға теңегендей болады. Соншама ғалымдар біліп тұрған кезде дарын аға кеп біліп қаппа бәрін, аналардың бәрі ақымақ болып қалған. Ислам дінін жаю үшін соғыс жариялап, соғыспен, қан төгіспен жеткізген ба сонда деген. Бірақ сен жалпы мен ойлайсың ғой бәріне мықты деп негізі. Білмеймін ғой. Ислам біздің дінімізге, дәстүрімізге сіңген. Сені қолдасын, тәніңді қолдасын, духың қайтып кетпесін, задний бер жүрмесін деген сияқты ма? Иә, сондай сияқты да. Үкім деген сен белгілі бір ақиқатты қалыптастыруың ішіңде отырып ше. Машалла, микрофонда жүре бастағам. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, Мұсылман үні каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Нұржан ұстазбен бірге шариғатта әруақ деген түсінік жайлы, және де қазақ жеріне ислам діні қалай келді, тәңіршілік дегеніміз не, осы туралы болады. Өте актуалды сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Сол, ассалаумағалейкум ұстаз, қалайсыз, амансыз ба? Ва алейкум салам, кетіп Айдархан. Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, альхамдулилля. Бізде айына как положено 2 подкаст шығып отырады ғой, енді стабильно. Одан көбейтсе де болады, бірақ үздіксіз жасай берейік деген ниетпен. Жалпы сұраққа келетін болсақ, шариғатта әруақ деген түсінік нені береді? Енді біз білеміз, өзіміздің қазақтарда да бұрыннан бері әруақ деген сөз бар, шариғатта да әруақ деген сөз бар. Соны ашып түсіндіріп берсеңіз. Болды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ремарка. Сөзіңізді дейін деп едім. Бізде қазақтарда әруақ бар, шариғатта да әруақ бар деген сияқты, шариғат қазақтардан емес сияқты қалмасын. Бұл жерде именно қазақтардағы әруақтың болуы бұл шариғаттың әруақы ғой негізі. Бірінші кезекте бұл жерде Айдархан әруақ сөзінің мағынасына қарайтын болсақ, болмаса мына шығу несіне қарайтын болсақ, тіліне рух деген сөз бар да, Құран тілінде, мұсылман тілінде рух деген бар. Соны көпшесі әруах деп аталады. Рух дегеніміз бұл тәнге қатысты емес, тек жанның мәніне ие нәрсені айтады. Рух деген. Түсініп тұрсың ғой өзің, рух дейміз, рух. Иә, ішкі. Былайша айтқанда дух дейді орыстар, рух дейді, рух мықты екен. То есть денесі мықты болмаса да, несі мықты екен дейді, рух мықты дейді. Ішкі, мысалы, 2 нәрседен тұрады ғой сенің жалпы болмысың. Кез келген адамның болмысы 2 нәрседен тұрады шариғат бойынша. Бұл жасат деп аталады, жисім, дене деп аталады, одан кейін арат деп аталады, абстракциялы ұғымдан тұрады. Абстракциялы ұғым дегеніміз сенің ішіндегі жан, рух деген сияқты нәрселер бар ғой, содан тұрады дейді. Осы абстракциялы қолға ұсталынбайтын сенің ішіндегі бір тірілікті беріп тұрған мән дейді, сол рух деп аталады дейді. Енді біз көп жағдайда бұны қазіргі адамдар немен салыстырып атады ғой, қайтыс болған кездегі рухтар келді, аруақтар. То есть денесі өлсе де, олардың жаны тірі деген идеямен айтылып жүрген нәрсе ғой. Сондықтан жаны шығады, жаны жүреді, рухтарына деген сияқты. Бұйдамыз Құран бағыштағанда бәленшенің рухтарына бағыштадық дейміз да. Сол кезде дене емес, негізі рух, оның жанына бағыштадық деген сияқты сөздер айтылады. Енді рух дегеннің мұсылмандағы, исламдағы орны бұл жаңағы мен айтқандай белгілі бір дененің тірі қылып тұратын мән ретінде қарастырылады. Қазір мына тәңіршілер деген бар, тәңіршілер аруақ қолдасын, анамна болмаса аруақ деген сөзді көп айтады. Олардың бұл аруақ деген айтып жүргені сол біздің негізгі кімдердің жаңағы мұсылмандардың рух деген сөзінен шығады негізі. Енді бірақ қазір мен өткенде көріп жатырмын, біреу тұрып рух деп бір әріптер бұл негізгі өзгелген ассимиляцияға түскен, одан кейін барып мынандай сөз шыққан, негізі бұл анау сақ тайпасынан не тайпасынан келе жатыр деген сөз деп айтқысы келеді. Бірақ негізі рух, аруах дегеніміз бұл таза мұсылманның тілі болып есептелінеді. Екіншіден, бәлкім бәрібірде бір рухтың мәнін беретін бір сөз болды ғой ислам келместен бұрын, дұрыс па? Бірақ оның бір жаңағы исламдағы рухпен шатастыратындай мәнісі жоқ. Айтпағым,
олар мысалы рух аруах дегенді құдай ретінде тану мүмкін да. Бізде қазір рух аруах тек қана адамның бұл ішкі тірлік мәнін беріп тұратын бір не ретінде қарастырылады, түсінік ретінде қарастырылады, болды. Енді осы сұрақ қазіргі тәңіршілдердің көп аруақ деп қолданып жүрген сөзіне бұл мұсылман аруақ дегенді қолдамай ма, жетпей ма деген кезде өтірік. Мұсылмандар аруақ дегенді бекітеді, тек оған бір мынандай құдайлық элемент не болмаса оны құдайлық сипатқа ие ретінде қарастырылмайды, болды. А так рух аруақ деген исламда да бар. То есть мына исламда мұсылмандық негізгі сөз ғой. Осы мәселеде біздің бұрынғы ата бабаларымыз батырларды қараймыз ғой. Жауға шапқан кезде аруақ деп немесе аруақ қолдасын деп сөйтіп бір аруақты құдайға аруақтан сұрап жатқан сияқты, или құдайға теңегендей болады. Ол дұрыс па? Біздің исламда, шариғатта қалай? Сол туралы айтып өтсеңіз. Айдархан, мен мысалы мына Құрбанғали Халиди деген ғалым бар. Ол кісі 19 ғасыр мен 19 ғасырдың ортасы мен 20 ғасырдың басында өмір сүрген. Оның кітабы бар, Тарихул Хомса Шарқия ма, сондай бір шығыс бестің несі тарихы деген сияқты. Содан Тариху Семей Пулат деген бар. Семей Пулат деген Семей Палатинск бар ғой. Соның тарихы деген еңбек бар. Ол негізі қолжазба, төте жазуына жасалған немесін оқыған мәтін. Содан кейін Шәкәрімнің шежіре деген еңбегі бар да. Сол жерлерде ол кісілер сөз тілге болсын өте айтып кетеді. Шадаспасам Шәкәрім айтады, Абылай дейді, кезінде Абылайлап шабады дейді да кейбір адамдар. Мысалы Абылай жауға шаққан кезде, кейінде шапқан кезде адамдар Абылай деп болса сондай аттарын атып шабатын дейді да. Бұның бір себебі, өйткені мысалы Абылай кезінде қалмақтарға несі өтіп кеткен дейді да. То есть сол кездегі қалмақ жоңғар, кейінгі қалмақ болып өткен адамдар ғой, қазақтың негізгі жаулары. Соларға қарай Абылайдың көптеген жасаған соғысы жеңіп отыруы олардың мемлекетінің не болмаса олардың халқының ішінде сол аттың өзін үрей тудырған дейді да. Сол кезде бұны жаңа Шәкәрімдер айтып отыр, және Құрбанғали Халидилар айтып отыр да. Сол кезде шапқан кезде ана немен шапқан кезде орда қорқыту мақсатында шабады дейді да. Бұл жалпы менің жауап беріп жатқаным рух деген сөзден басқа да тағы да Абылай деп шабады, аталар деп шабады деген сияқты сұрақ айтып жатқаным ғой. Екіншіден, рух деп шабады. Неге деген кезде бұл рух деп шабу бір құдайға табыну идеясында болу міндетті емес. Неге сам по себе адам аруақ деп шабатын болса, не болса рух деп шабатын болса, ол міндетті түрде оны бір сакрализация, бір құдайлық мәнге ие деп айтады. Енді адамдар ойлайды, ол походу шауып бартқан кезде көмектес я раббым деген сөздің орнына ол аруақ деп шақырып тұр. Аруақтан көмек сұрап жатқан. Негізі енді біз айтып жатырмық қой, мен рухың мықты екен деп жатырмын ғой мен саған. Сенің рухың мықты екен деген кезде сенің рух, намыс, жігер деген сияқты идеямен ұрандатып шабатын болатын болса, ол да сам по себе мотивация да. То есть бізде ешқандай негіз жоқ. Аруақ деген шабумен, көрдің ба, аруақ деген бұл құдай екен деп бекіте алатын ешқандай негіз жоқ қой бізде. То есть қалай сам по себе атта сен шауып баратумен аруақ деп айтумен, көрдің ба, значит құдайымыз аруақ болған деп вообще бір-біріне ешқандай қисыны жоқ нәрсе да бұл. Сен тек қана бұл сөзбен мынандайды бекіте аласың да, қазақтар аруақ деп шапқан екен. Бірақ оның құдай емес деген бұл басқа себеп та, басқа дәлел. То есть кейбір ғалым бауырларымыз айтып береді тәңіршілерге, осы идеяны ұстанып алып, құдай аруақ бұл құдай деп бекіткісі келіп жүргендер бар ғой. Ешқандай несі жоқ. Қайта мен айтам, мына қазақтардың сол кездегі аруақ деп шап тұрған бар ғой, шауып тұрған, негізі құдайдың бар екен, бұл құдай Алла екен бекітіп тұр да. Өйткені сам по себе рух деген сөз біз айтып жатырмық, исламда мұсылмандардан алынған сөз, Значит, біз рух деген идеяны, намыс, жігер деген мұсылмандағы идеяны алатын болсақ, бұл шауып бартқан адам рух деп айтумен исламда түсінікті айтып жатыр да. Демек ол Алланы бекітіп тұр деген адам да, ол наоборот та, ол басқа бір құдайды бекітіп тұр деген сөз шықпайды. Сонда аруақ қолдасын деп шапқан именно аруақ қолдасын деген кезде қалай айтам, сенің енді рухың бар ғой, енді
ішкі жан дүниең деген сияқты. Иә. И қолдау деген сам по себе мынақты өткенде біреу айтып жатыр, қолдаудың тілдік мағынасына келейікші. Қолдау деген не? Саған жоқтан бір нәрсені жаратып беру ма, әлде қолдау? Мысалы мен айтамын, Айдархан қолдасын, Айдархан қолдасын десем, сам по себе бір құдайлық сипат беру бар ма? Бірінші тікелей көзқарасқа қарағанда бар сияқты болған. Бірақ мен айтсам, Айдархан қолдасын десем, мен Айдарханға құлшылық жасап жатырмын деген сөз ба? Айдархан мен құдайым деген сөз ба? Жоқ. Жоқ та енді. Мен былай көмектесуім мүмкін Иә, деген иә, сияқты. тура сол идея ғой. Рух қолдасын дегенде сенің ішкі жан рухың бар ғой негізі. Сені қолдасын, тәніңді қолдасын, духың қайтып кетпесін. Қайтып кетпесін, задание берілмесін деген сияқты ма? Иә, сондай сияқты да. Былайша айтқанда аруақ деп шабуы ол өздерінің жігері, духы сынқамасын деп андай тәбит етеді ғой, былайша айтқанда, бір жігерді көтеру мақсатында десе, иә. Айдархан, сен өзің қарашы, аруақ жеңіс берсін деп айтады, естіпедің сен? Естіген жоқ. Жоқ, онда жоқ сөз. Сам по себе енді аруақты, мысалы, рухты біз құдайлық нәрсеге беретін болсақ, Алла жеңіс берсін дейміз ғой. Құдай жеңіс берді, бірақ аруақ жеңіс берсін деп айтылмайды. Неге? Өйткені бейсаналы түрде аруақты біз негізі құдай ретінде қарастырып тұрған жоқпыз. Ол қазіргі тәңіршілер соны қолданып неткісі келіп тұр. Бірақ қандай байланыс бар екеуінің? Аруақ деп жауға шабумен аруақ құдай екен ғой деген екеуінің арасында қандай байланыс бар? Аруақ деген шабумен бұл как минимум қазақтар аруақ деп шапқан екен ғой дегенді бекіте аласың да сен. Аруақ құдай деп бекіту үшін сен не деп айту керексің? Оларда мәтін болу керек қой. Қазақтарымыз аруақ деген құдай деп айтқан деп. Жоқ қой ондай мәтін жоқ. Қай даладағы бір мәтінмен алып келген. Онда біз мысалы аруақ қолдасын осы аруақ деген сөзді таза мұсылман екені белгілі адамдарды қолданған. Бірақ сіз бағана айттыңыз ғой, ислам діні қазаққа кірмей тұрып, рух деген сөз болған деп. Иә, ол жоқ, мен айтып жатқаным енді аналогиясы болған ғой, бір атауы ше, мысалы өздерінің бір рух деген нәрсені атаған ғой бір нәрсе. Бірақ ол сол аруақ деген атаумен келу шарт емес ол. Сондықтан да бұл басқа бір түсінікпен қарап жүруі мүмкін. Менің айтпағым, Айдархан, сөздік тілдік мағынасы рух деген сөзден шыққан деп тұрсыз ғой. Ол мұсылмандардан келген сөз. Иә, рух дегеніміз бұл мұсылмандардан. Рух дегеніміз бұл аруах, рух деген сөз. Басқа адамдар оны дух немесе басқа деп айтады деген сияқты болып тұр ғой. Просто соны сакрализация қылып, құдай деген идеясына дейін көтеріп алғанда, бірақ Айдархан, сен аруах деген сөздің құдай емес екенін беретінің дәлелі оны Абай аталарымызда, Шәкәрім аталарымызда, который өздерін таза мұсылман ретінде позицировать ететін адамдардың ауыздарынан аруақ деген шығуы, аруақ деген құдай емес деген білдіретін айтпай ма енді? Өйткені құдай деген мағынаны беретін болатын болса, онда олардың өздерін мұсылман деп санауы бекер еді, өйткені аруақ құдай болады еді олар үшін. Бізде Абай аталарымыз немесе Шәкәрім ол кісілер жазған жоқ па? Ол туралы, мысалы аруақ туралы. Жеке бір тақырып ретінде мен өзім кездестім, жоқ, онда жоқ. Бірақ жалпы нелердің ішінде, романдардың ішінде, не болмаса өздерінің сөздерінің ішінде аруақ деген сөз қозғалып кетеді да. Енді аруақ деген сөздің адамның айтқанының бәрі көрдің ба? Бұл аруақ деген құдайдың бекітіп тұр деп айтатын болсаң, онда Абай да аруаққа бағытталған деген да, бірақ қанша өзім мұсылманмын деп айтып кетсе да. То есть сам по себе логика дұрыс емес. Түсініп тұрсың? Енді в общем, сен мысалы мынандай ғой, сен қазір аруақ деген сөз қолданып жатсың ғой. Иә. Сен демек аруаққа табынады екенсің ғой деген идеяны қолданып тұр ғой. Түсіндім. Басқа түк логика жоқ бұл жерде. Өзің ойлашы. Келесі сұрақ қойайын онда, иә. Как раз осы қазір рух туралы әңгіме кетіп жатыр ғой. Өлген адамның атынан Құранды бағыштау, то есть оның рухына, сол бағанағындай біз дұға еткен кезде де осындай адамның рухына, пайғамбарымыздың рухына деп Құранды бағыштаймыз. Осы мәселе бойынша бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Және де алдында бір кімнің подкастын көріп қалғам, оны көбісі көрген шығар. Салфи ағымыз санат деп Дарын Мұбаровтың, иә, сол кісінің подкастында айтып қалды да, Құран тіріге түскен деген сияқты ұғымменші. Осы жайлы қысқаша айтып өтсеңіз, чтобы бізде четкий понимание болу үшін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айдархан, негізі бұл 4 мазхабтың ғалымдарымызда жалпы сен қандай да бір сауап амалын жасайсың ғой, сол сауап амалын бағыштауға, яғни қайтыс болған кісіге сауабыңды бағыштауға жайыз, мәшру, рұқсат етілген деген үкім бар. 4 мазхаб ғалымдарында. Енді дарын, ол дарын ғой. Анақта 4 мазхабтың ғалымдарда. Енді үлкен Ханафи мазхабынан айтып болсаң, соңғы муштахидау деген есептелетін имам Ибн Абидин деген бар, который оның кітабы бүкіл Ханафи мазхабының бір стандарт болып есептелетін дәрежеге жеткен.
сол последний ғалым муштахид ретінде осы идеяларды айтады. То есть даже сол келтіреді. Ана мазхабта да, мына мазхабта да, мына мазхабта да негізі мен мысалы 2 ракат намаз оқимын да, сауап па болмаған? иә Енді соның сауабын тұрып айтсам, я Раббым, осының сауабын қайтыс болған атама берші десем. Ол 2 ракат намаз оқыған болып есептелмейді атам. Оның ол намаз оқуын мойнынан түсірмейді оны. Ештеңке етпейді ондайды. Бірақ сауабы бар ғой. Сол сауап, амалымның сауабын, я Раббым, пәленшеге берші десем, бола ма деген болады. То есть получается намаздың да сауабын, садақаның да сауабын, жалпы кез келген жақсы бір Сауабы бар амалды бағыштауға болады болып тұр ғой, иә. Енді бұлар бәрі рұқсат етсе, біз так Құран деп иә да, дұрыс емес та. Сен мысалы умра жасайсың, айтасың, я Раббым, мына умраның сауабы. Сонда получается соның сауабы иншалла сол кісінің атынан жазылады. Иә, барылады деп айтылады енді сеніледі. Енді Алланың қалауы ар жағы. Бірақ жалпы бола ма шариғатта сұрауға болады енді. Сенің бірақ сұрағаның жауап берілмеу бұл Алладан да бәрібір. Енді мысалы біреу умра жасайды да, умра жасағаннан кейін барып, я Раббым, мына умраның сауабын пәленшеге жолдаш қайтыс болған атасына. Бара ма? Барады. Бірақ ол атаң умра жасағандай болып есептене ме? Жоқ, есептелмейді. Бұл құр сауап болып жолдау. Түсініп тұрсың ба? Бұл сол идея. Әйтпесе мынандай түсініп қалмасын елдер. Қайтыс болған атасы үшін негізі онда біз намазын мойнына түсіп тастап қалдық екен ғой, оқып. Жоқ, әрбір адам өз үшін жауапты. Осы идеяда болады бұл. Сондықтан да бұл тұрғыдан негізі дарын білмеймін, ол қандай неге сүйеленген, мәтіндерге сүйенген, бірақ біздің мәтіндерді біздің ойды қуаттайтын көптеген ғалымдар бар. Енді осы кезде Құран тірілерге түскен деген сөзге келейік. Құран тірілерге түскеніне қатысты ешқандай не жоқ қой, қарсылық жоқ, иә. Бірақ Құран тірілгендерге түскен деп, оны өлілерге бағыштауға болмайды дегенді қалай шығып отыр ол? Логическая цепочка. Бұл мен мысалы айтсам, Құран тірілерге түскен десем, значит өлілерге болмайды деп айтасың ба? Может, ол Құран тірілерге түскен және сауабын бағыштауға болады дегенде тұрған шығар идея. Сам по себе бір сөзді алып келіп, өйткені ол тірілерге түскен деп, тірілерге түскен дегеніміз бұл себеп бола алмайды оған. То есть, мына қараш, Құран тірілерге түскен дегеннің не береді максимум? Точный үкім. То, что Құранның тірілерге түскен екен. Иә? Бірақ енді бұл жерде сен, өлілерге значит түспеген деген идеяны қабылдайсың ба сен? Бұл мынандай ғой. Енді осы жерде негізі бұл усул фихтің несі да темасы. Көп бауырларымыз, мен ана Дарыннан да көрдім, Дарын ағамыздан негізі дәлел құжат алып келуде шатасады. Мысалы, сен қасыңда Нұрдәулет бар деген, екеуің інімісіңдер мәселен. Сөйтіп, мен кіші үйден шығып бартқан едім, кім Нұрдәулет, Айдархан, тамақ ішіңдер дедім да. Міндетті түрде кетіп қалдым. Содан кейін сені көріп қалдым. Көрген кезде, тамақ ішіңдер ма деген кезде мен іштім дедім. Бұл Нұрдәулет ішпеді деген сөз ба, сен мен іштім дегенің? Жоқ. Әлі бермейді ол идеяны. Түсініп тұрсың ба? Сондықтан да бұл жерде мынандай ғой, Құран тірілерге, тірілерге болсын. Бірақ ол өлілерге емес деген сөз жоқ қой. Мысалы, мен айтсам, Айдархан тұр десем, бұл қарама-қайшы тұрудың отырма деген мағына берем? Мүмкін жатпа деген мағына беретін шығар сен. Иә. Қайдан білесің сен отырма емес та? Иә. Сам по себе идея, бұл бір нәрсені қуаттап тұрып қарама-қайшыған жоқ болмайды деп айтасың, бұл құжат емес негізі. Осы жерден көп адамдар шатасады да. Соны мен айтпағым, қалай дейді, Құранның тірілерге түсті деп айтуың сенің, оның өлілерге бағыштауға болмайды деген идеяны береді. Сен Құранның тірілерге түсуі, ол өлілерге сауабын бағыштауға болмайды деп айту үшін сен бірінші басқа да бір дәлелдермен Құранны өлілерге бағыштауға болмайды екенін исламда бекітіп ал да. Содан кейін барып айтасың, демек тірілерге түсуі өлілерге болмайды деп айта аласың да. Даже мен саған айтайын, Құранның тірілерге түсуі деп айтылуы именно өлілерге сауабын бағыштауға болады деген идеяны береді. Именно неге деген кезде енді Құранның тірілерге түсуі деген сөзді не түсінесің сен? Мысалы, Алла тағала Құранды оқыған үшін сауап болады дей ма? Иә. Болды, иә? Тірі адам оқыған кезде сауап болады, иә? Демек сен қазір тірі болуың сенің сауап алу идеясында тұрады да.
демек сенің қазір енді тірі болып сауап алу идеясы тұратын болса, оны басқа біреуге бағыштай алу идеясы тұрады да. То есть именно сенің тірілерге түсті деп айтуы, оның бойындағы сауапты ол басқа біреуге Алланың қалауымен бағыштауға болады деген идеяны именно осы жағдайға келіп тұрады да. Одан кейін сен егер бұны дұрыс емес дейтін болсаң, Айдархан, сен данный момент Абай атаны адасқан дейін деп тұрсың, өлерге Құран бағыштайтын идеясында тұрған, шәкәрімді де бағыштай. Бұл сен жалпы қазақтың болмысы, сен дұрыс соншама ғалымдар біліп тұрған кезде дарын аға келіп біліп қап па бәрін? Аналардың бәрі ақымақ болып қалған ба сол кезде? Сам по сути дела дұрыс емес та негізі логика. Түсініп тұрсың ба сен негізі логиканың дұрыс емес екенін? Иә. Ендігі дәл осы қарашы, мынандай ғой, мен тағы бір айтайыншы. Құран өлілерге, тірілерге түсті дегеніміз не нәтиже беріп жатыр? Мысалы, сен біреуден естідің, Құран тірілерге түскен деген кезде не үкім шығарасың сен білем? Құран тірілерге түскен екенін, иә? Бұл бірақ бекіттің. Өліге түспеді деген сөз емес қой, өліге бағышталуға болмайды деген, иә? Тағы қандай? Құран ішінде, значит, мағына бар. Өйткені тірілге түсудің, значит, ішінде мағына бар деген сөз. Құранның бұл дүниеге пайдасы бар. Неге? Өйткені тірілерге түсті дегеніміз бұл дүниеде пайдасы бар болғаннан кейін тірілерге түсіп тұр деген сияқты нәрселер көп вариантта шығуы мүмкін да. Неге именно соның ішінен тұрасында сен бағыштауға болмайды деген нәтижені таңдап аласың да. Бұл как, например, сен мені көрген шығарсың бір нелерінде. Бұл как, например, мынандай ғой. Айдархан алдында су тұр деймін да. Так, бұл судың Айдархан тұруы бірнеше вариантпен шығады деймін. Либо біреу әкеп қойды, либо Айдархан өзі әкеп қойды, либо аспанда ұшып баратқан жылқылар летающий корабльмен келді де қойып кетті десем. Сен не дейсің сен? Любой біреусін тұрып таңдай салатын болсаң, жаңағындай ситуациядан Құран тірілерге түсті. Айдалаға ешқандай қатысы жоқ. Значит, өлілерге болмайды бағыштауға деп айдалаға ғой негізі. Айта салуың, бұл как, например, не кедергі болды онда мен естіп айтуға? Мына алдындағы суда Айдарханға летающий корабльдегі ұшып баратқан жылқылар қойып кетті деп айтты. Тура екеуі бірдей болып қалады да. Вообще абсурд та негізі. Бір-біріне сәйкес келмейтін дүниелер. Түсініп тұрсың ба? Енді осы тұрғыдан дұрыстап тұрып, мен қазір өзім қазақтарға да айтатын, мынау бауырларға да айтатын, мына дарындарға да айтатын, салафиттерге құжат деген мәселені ұмытып кеткенбіз. Қалай құжат алып келу деген ше. Ақида іліміндегі, усул фих іліміндегі, мына мантық іліміндегі, логика іліміндегі барлық құжат беру дегенде просто зоғыр. Бұл мына көп адамдар алданады. Мысалы мен айтсам, Айдархан білімді деп үкім берсем. Соң неге деп сұрайды? Мен айтам, көп оқиды деймін. Екінші бар Айдархан білімді, неге деген кезде? Оның бойында білім бар деймін. Енді осы жерде қайсысы дәлел болады Айдарханның білімді болуына? Көп оқыған ма, бойында білім барғаны ма? Көп оқыған шығар. Бұны сен қателесіп тұрсың. Потому что қанша көп оқыған бар, білімді емес қой. Сам по себе, видишь, сол нәтижені бермейді. Бойында білім бар деген. Білім бар, уже сен білімді дейсің да. По-любому білімді дейсің. Өйткені білім бар болып тұрғаннан кейін білімді дейсің да. Все. Көп адамдар осыны шатасады да. Қаншама осы жерде білімсіздік шығар. Иә. Сол тұрғыдан айтқым келеді. Мына салафиттер де шатасып жатыр, мына атеисттер де, тәңіршілер де бәрі шатасып жатыр негізі. Мына біздің де ханафиттер бәрі көп адам осы мәселеге мән беру керек негізі. Кейде мен даже бір нәрсені айтқан кезде қасымдағылар айтады да, түсіне ма сіздің айтып жатқанды, түсінбей ма көп адам. Өйткені сіз қазір мынандай уровеньде сөйлесіп жатсыз дейді да, который басқалар жинақтай алмайды ананы дейді да. Неге бұл мынау айтып жатыр, вообще мынаған қатысы жоқ қой деген сияқты. Бірақ по сути дела мен негізі логика таза дәлелде айтып жатырмын да. Сондықтан да біз қазір төмен түсіп кеткен дәрежеміз сондай ғой деп ойлаймын негізі. Білім деңгейі көтере алмайтын сияқты. Мен де кейбір кезде подкасттарда кейбір нәрсе түсінбей қаламын, сіз байқап отырасыз ғой өзіңіз, былай 2-3 рет сұрап отырамын ше, соны қайта. Сосын үйге барып сол подкаст шыққанда бір 2 рет или 3 рет көремін. Сол кезде түсінемін, деп ше. Айдархан, сен мынаны түсінбегенің, отырған кезде түсінбедің ғой деген сияқты ше. Сөйтіп мойындаймын. Жайт келесі сұрақ ұстаз. Сол бағанағы біз Құран оқимыз ғой. Мысалы 10 бет бір бет болса да Құран оқыдың, осыны дұға еттің артынан, осының сауабын осыны адамға бағыштадым деген кезде сол Құранға сауап болмаған сен нақты білмей, қалай сен сауапты бағыштай аласың деген мәселе. Либо дуа сұраған кезде мысалға осы Құраннан сауап болса бағыштадым деп айту керек па? Да, кім Айдархан, мысалы сенің сұрағыңды дамытып, тағы да бөлді қиындатып жіберейінші. Мысалы мынандай сұрақтар бар.
Құранның аудармасын оқып көріп пе едің? Иә, Оқыдың ғой. Иә. Бұл жерде мысалы қарасаң тарих сияқты, иә, осындай Алланың үкімдері, мәні ғой мағына. Иә. Енді осы бір тарих, мән, мағынаны сен өліге оқып бағыштап жатқан сияқтысың да, бұл қисынсыз сияқты, дұрыс па? Айдалада сияқты. өліп жатқан адамға анау араб түбегіндегі болып жатқан бір екі оқиғаны айтып беруің болмаса қисынсыз. Қалай ол дейді да маған біреулер. Ақылға қисынсыз ғой негізі дейді. Даже исламнан шыққысы келгендер болған осы идея емес ше. Бірақ біз Құран оқу дейміз, иә. Адырхан, Құран оқу дегеніміз не? Бір әріпке 10 сауап дегенді оқып естіпедің сен? Естігем. Сол кезде бір әріпке 10 сауап деген кезде қазақша әріптеріне ма мағынасы шығып жатқан, әлде сол мұсылманша жазудан ғана, арабша дейміз ғой қазір, сол Құран қазіргі түскен әріптеріне ма? Естіген бойынша сол арабша әріптеріне. Не әріптеріне, иә. Демек, Құран деген кезде сен оның қазақша мағынасы, идеясын түсінбеуің керексің да, қазіргі уақыттағы. То есть бағыштайын деп жатқан кезде сен тарих айтып жатырмын деген идеяны түсінбеуің керексің. Неге? Өйткені именно сауап неден болады? Сол арабша әріптерін оқығаннан, а, қ, в, қ, не, бә дегендерді оқығаннан болады да. А көп адамдар өйстіп ойлайды, тарих оқып жатқан жоқсың. Тарих оқып жатсаң, ол біздің ә, қ, в деген әріптер болады да. Оларға сауап жоқ ол. Сондықтан да бұл жерде сауап негізі мына сыртқы форма бар ғой. Құр оқығанда мағынасын түсінбесең де болып тұрады да саған. То есть құр мағынасын түсінбейсің да, бірақ сен оқып жатсың сөздерді, уже саған сауап болып тұрады дейді. Демек бұл жерде сен сауапты жолдау үшін оның мағынасын жіберіп жатырмын деген идеяны ұстанбасаң да болады. Потому что өліп қалған адамға мағынаның қандай пайдасы бар? Бағанағы кімнің дарын айтып отырсың ғой, өлілерге түсіп, тірілерге түскен мағынасы сен қазір Құранды түсініп пайдалануың керексің. А өлілерге не түсті? Өлілерге бұл тек сол амалды оқып жасаған үшін берілетін саған амал бар ғой, а ол арабша әріптермен жасалған әріптерді. Соны сен сауап қылып жолдай аласың да. Түсіндім. Келесі кете берейік, иә. Қазіргі уақытта Санжар Керімбай деген кісіні білесіздер. Сол кісінің алдына Данияр ұстаз шығарған болатын. Шариғи білімі, шариғи қателіктері өте көп. Соған байланысты шариғи жағынан ол кісіні тыңдамаған жөн деп айтты. Ал онда шариғи жағын тыңдауға болмаса, оның кітаптарын оқуға бола ма? Мысалы, қазіргі ғылыми майдан деген кітабы бар, иә, сіз білесіз. Бейсен болмыс деген. Оқымадым, бірақ естігем көп кітаптарды бар. Мен жалпы енді ол кісі өзі нетпейтін сияқты, мойындамайтын емес сияқты, то есть мойындайды. Ол кісінің көптеген оқиғалары ойдан шығарылған екен, өзі айтады, по-моему, өткенде видеосын көріп қалдым, тағы да бір көрсетті біреу, мойындайды. Менің айтып жатқаным қиссаларым ойдан шығарылған, ана ұлттық сананы, дәстүрді просто қалдырып қою идеясымен құрастырылған оқиғалар деген сияқты айтып жатыр ғой. Ол қазақ жазған кітабына байланысты, ол оқиғаға ғана байланысты, дінге емес, иә? Иә, то есть бірақ діни ішіндегі мәндер жоқ ғой. Иә. Құрастырылған, бірақ діни мәндер жүр. Айдархан, енді мынаған келейік. Мысалы, мен көп адамдарды естимін. Сен сөйлеген кезде, мысалы, өткенде Төребекте болды ғой. Төребекпен сөйлесіп келе жатқан кезде мен айтқам, сен қазір көп адамдарды шатастырып жатсың дегенде айтты, мен үкім беріп жатқан жоқпын ғой деді да. Біз сол кезде мынандай сөз айтқан болатын, үкім дегеніміз не ол? Сен мысалы бір оқиға айттың ғой, бұл қаншалықты үкім емес. Үкім дегеніміз адам одан бір мәнді мағынаны түсініп алып, осылай екен ғой деген түсінік қой қалыптасу, иә? Демек, үкім деген ана бір нәрсені жасама деген сияқты. Дегенде емес ол. Мысалы мен айтсам, мысалы, Тәңір дегеніміз бұл Құдай, Алла деген мағынаны береді десем де. Сен жасама деп жатқан жоқпын ғой. Просто түсінік беріп отырсың. Бұл түсінік сол үкім ба, үкім емес па? Үкім. Үкім. Потому что сен миыңа мынау қалыптасты. Тәңір бұл Алла мағынасы екен ғой. Үкімді өзіңе алдың сен. Бір ақиқатты алып тұрсың. То есть бір мәнді алып тұрсың ғой. Қашан сен өзіңе бір мәнді аласың, бұл үкім идеясына жүреді. Мейлі ол, сырт сен мынаны ойлақама, үкім дегеніміз, бұл сен былай жаса, сен былай жасама деген идея. Дәлел алған кезде бүйтіп. Жоқ, оғымен шектелмейді үкім. Үкім дегеніміз сен белгілі бір ақиқатты қалыптастыруың ішіңде отырып ше. Машалла, микрофонға жүре бастаған ба? Мүмкін ба деген сияқты. Бұл да мүмкін нәрселерден ба? Соны айтып жатқаным, енді сен
қандай да бір сөзден уже бір мән алып өзің ішіне ақиқат ретінде бекітетін болсаң, ол үкім. Енді қазір ана Санжар Керімбай ағамыздың оқиғасынан менің қызым оқиды, иә, мәселен, менің әйелім оқиды, басқа біреу оқиды да, и белгілі бір ақиқат бекітетін болса өзіне, үкім алып жатыр ма? Алып жатыр. Демек, қазір просто басты алып қашу үкім емес мен беріп жатқаным деп болмайды да бұл. Сен уже жауаптысың сен өзіңнің сөзіңе ананы беріп жатқанда. Бұл как минимум осы оқиға болған ба, болмаған ба деген сұрақ тұрады ғой, как минимум ана оқушыда ше. Егер жоқ изначально бұл оқиға жоқ, бұл оқиға болмаған, анау десең, онда оның оқудағы пайдасы не болады? Не болады? Енді ол кісі мынаны айтып тұрған шығар, бұл ертегілердің несіне болып тұр? Ертегі деген бар ғой? Ертегінің ролында тұрған нәрсе деп айтқысы келіп тұрған шығар. Ол не? Мысалы біз ертегілерді тыңдаймыз ғой. Ертегілердегі беретін мән бұл сол әрбір элементтің бойындағы сипатталған сипаттың ақиқат екенін бекіту емес. Ертегіде орыстар айтады ғой, мораль басни деген білесің бе, соңғы моралі, алатын соңғы бір түсінігі деген сияқты. Мысалы, баяғыда жел аяқ деген біреу болды. Оның астында тау соғар ма? Тау көтерер деген біреу болды. Екеуі де бай қарасаң вымышленный персонаждарда, бірақ түбінде бекітетін идеясы әділдік деген сияқты. Сол нәрсемен болатын болса, болады. Бірақ бұл кішкентай балаларды тәрбиеленіп келатқан намыс, жігер, әділдік деген нәрсеге шақыру мақсатында. Ал енді сен үлкен адамдарға, жасы 40-50-ге сенің кітабың арналған болатын болса, оның ішінде сен то же самое жігер беру деген болмай ма? Болмай қалады да. Өйткені ол ертегі емес, біріншіден ол ертегіден әңгіме алатындай да. Екіншіден, ана жақтағы келген қиссалар анық выраженный ертегі тектес болып тұрса жарайды да. Түсініп тұрсың ба анау? Правдоподобный болып тұр ғой. Иә, тау соғар мен жел аяқ болыпты десең жарайды да, біз уже сразу адамның санасы осыдан түседі. Бұдан уже мән алу керек деген сияқты. Сенің сөзің правдоподобный бірақ құрастырылған болатын болса, онда бұл уже тахриф, бұл өзгерту деп аталады. Сондықтан да негізі қазақ кітаптарында шариғатқа қатысы жоқ жерлерінде оқыған қалай? Дұрыс па, дұрыс емес? Болады. Негізі ол жерде мысалы сен ол жерде уже күмән пайда болады, значит, мына жерде де мүмкін жоқ, неге қатысты? Мысалы қандай кітапты айтып отырсың? Егер мысалы мысалға айтайын, ғылыми майданды мен өзім оқып бастадым. Санжар Керімбайдың ба? Иә, сол кісі. Оны көрмеппін. Бірақ сол жердегі уже идеялардың уже рас өтірігін сенің уже ана кітаптың абыройы түседі сенің алдында. Потому что Санжар Керімбайды сен білесің, ғашық, мен өзім жаза салам дейді. Онда идеясы неде? Онда ертегілік рөл ойнап тұрма, типа мән аласың деген. Енді сен жасың 30-дан асқансың ба? 23 дейсің ба? 23 дейсің, сен енді анаяқта ертегіні оқып, мораль басниді ойнап беретін шығарсың сен. Одан кейін майдан дегеніміз қаншалықты ол ертегіге ұқсас. Өзінің ата-бабаларына деген махаббатын артып, өйсткен екен, мен де енді өйстемін деген сияқты бір өтірік әңгімемен болмайды да. Өйткені сен ол жерде ертегі ролында тұрмаған не болатын болса, онда сен уже автоматически ана жерде болған оқиғалар менің ата-бабаларымның басынан өтіпті ғой деген бір ақиқат алып тұрсың. Олай емес деген да. Сіз бір нәрсе айтайын. Сол кітапты оқып жатқан кезде мен жартысынан көбісін оқып тастағанмын. Мен күніне 50 беттен сөйтіп қызық қой енді прям. Сол жартысынан көп оқып жатқан кезде бағанағы комиксті білесің ба? Иә, білемін ғой. Қандай айырмашылық комикстен мысалы? Сол айтады. Оқып жатқан кезде Данияр Кенжеұлының видеосы шығады. Тыңдауға болмайды именно шариғи мәселелерін деген кезде, ё-моё дедім да. Онда шариғи мәселесінде бағанағыдай өз ойдан құрастырылған мәселелер или білімсіздік нәрселерін қоса салу деген нәрселер болатын болса, онда где гарантия? Қазақи мәселелерде қосыла салған деген сияқты нәрселер болса, сөйтіп оқи алмай қалдым ары қарай. Бірақ оқимын, өзіме пайдасын алу мақсатында деген болды да идея. Бірақ ары қарай оқи алмай қалдым. Сонда да жүрегім андай тартпай қалды да. Бағана сіз айтсыз ғой, абырой түсіп қалды деген сияқты болып қалды. Бірақ бұл жерде ешқандай ол кісінің кітабын немесе абыройын қаралау мақсатында емес, жалпы айтып отырмын. Жоқ, Санжар Керімбайұлы постоянно аға деп сөйлеймін ғой мен. Енді жарайды, дегенмен де әйтеуір ислам, мұсылман деп жүрген. Просто бұл жердегі ол кісінің несі сол анық историяларды құрастыруда.
және бұл шариғи үкім емес деп айтуда, шариғи емес болмаса да әйтеуір бір үкім емес деп айтуда. Бұл үкім, бұл алып алады оны. Не оны сен таза ертегілердің несіндей қыл, ана ұқсас сыртқы вид бар ғой, ертегі қыл да, осы кезде адамның бірінші оқыған кезде санасы сынып тұрады. Бұдан әрбір персонаждың сипаты осындай екен деген ақиқатты алу емес, бұдан түпкі мән, бұл адалдық дегенді алу деген түсініп тұрады да адам уже. Сен беріп отқан қиссаңда правдоподобный қисса ретінде алып келетін болсаң, бұл алдау, тариф қой былайша айтқанда. Вроде правдоподобный, бірақ ол еще өтірік та негізі. Мына жерде бір сұрақ болып тұр, бірақ көресіз ғой үшін. Сен Инстаграм прямой эфир ашып отырсың ба? Жоқ. Мен өзімен жазып алғам ғой бәрін. Мен ана жерде ашып қойып сұрақтарға қойып отырмын деп отырмын ғой. Жоқ. Бір кісінің айтуы бойынша Өзбекәлі Жәнібеков деген кісіні танисыз ба? Естігем, я понимаю. Тоже Мәдени майдан деген кітапты жазған. Мәдениет министрі болған ғой кезінде, по-моему. Сондай болды ойдым, сондай. Сосын Мәдени майдан деген кітап жазған білемін. Сол бағана рух мәселесіне келіп жатырық та. Бір кісінің айтуы бойынша, мен ұмытып қалдым кім айтқан, бірақ бағанағы Өзбекәлі Жәнібеков сол Яссауидің, Қожа Ахмет Яссауидің жеріне барып, сол жақтан барып көмек сұрағандай болып, сол жерден дұға тілеп, атақты әйгілі бағанағы мансапты болды деген идеяны бір кісілер алып келді маған. Қалай? Болды. Бұл түсінік қалай исламда жалпы, дұрыс па? Айдархан, қара, негізгі мен всегда саған айтамын. Саған біреу алып келіп отырады құжат ретінде. Оның құжаттығын сына. Қаншалықты бір адамның өмірінде өткен құбылыс бұл 100% сондай екен ғой деген идеяны бере алады саған. Мысалы, өткенде маған бір қыз келді. Мен айтып отырмын, бәрі Алладан. Алла қаламаса ештеңе орындалмайды, сен біле алмайсың десем, болашақта да біле алмайсың десем, бәріне түсіндіріп лекцияны жүргізіп болғаннан кейін қалды да, кешіресіз дейді, менде сұрақ бар дейді. Несем, нет такого, что Аллах, если захочет, то мен білетіндей істей алады деп. Мен айтамын, да, есть. Но вы почему подумали, что сіздің бойыңыздағы болған нәрсе вот это вот прям сіз уже Алла Тағала білетіндей қылып қойды деген. Айтып берейін дейді. Бір қиссасын айтып берді. Осылай үйіне жүредім. Сонымен осылай болды. Содан мен айдалдағы келмейтін алас туысқан, вообще ол еске түспейді, оны сөйлеспегенбіз. 10 жылдан көрмегенбіз, тұрдым да сол келеді ғой деп үйдегілерге айттым дейді. И действительно келді дейді. Содан екі оқиғаны айтып берді. Айдархан, оның өмірінде қанша оқиға совпало и қанша оқиға не совпало, знаешь? Он может 3 оқиғаны біледі, который совпало. Миллион оқиғаны білмей тұр да, ол просто есепке алмай тұр, не совпало. Сондықтан да қаншалықты жарайды, мына Өзбекәлі Жәнібек ағамыз, өмірінде дұға қылып, шынымен де сондай дәрежеге жеткен болса, бір рет орындалу, бұл қаншалықты ол солай дұрыс не болса 100% береді деген. Бірақ сен как усулист ретінде, усул фих, усул маман ретінде, құжаттарға бір критикамен қарайтын маман ретінде, бұл мынандай ғой, мен точно с такой вероятностью онда мен де айта аламын да, көп нәрсені білемін деп. Бұл не сияқты ғой, лотерея сияқты болып тұр ғой, бір кезде болып қалады, бір кезде болмағаны қаншама дегенде. Бір ұтқан кезде мен білемін қалай ұту керек жолын деген сияқты. Бұл бір оқиғамен мәселен критикамен құжатқа келу керек. Айтпесе, мен саған бағана айттым ғой, көп нәрсе сыртқа кейіпке қарасаң, ойбай дей беретін. Мысалы мен айтсам, Айдархан, сен еріншексің десем, неге деген кезде, өйткені сен ертеңді көп айтасың деймін. Бұлай құжат да, бұлай құжат. Бірақ сен маған айтуың керексің ғой, ұстаз, почему вы решили, что менің аузымнан шыққан ертең бұл обязательно еріншектікке алып келу керек? Сіз бірінші бекітіп алсаңызшы мен еріншек екенмін. Одан кейін менің аузымнан шыққан ертең сөз, вот еріншектің нұсқап тұрады да. Сам по себе құжатты дұрыстап тұрып анықтау керек. Менің айтпағым, бірінші, Өзбекәлі Жәнібек ағамыздың сол жерде бір рет өмірінде, егер бұл орындалды десек, онда бір рет орындалу қаншалықты бұл аталардың басына барып сұрасаң, саған 100% береді деген идеяны бекіте алады. Бұл бір. Екіншіден, бұл жарайды бекітейік, Өзбекәлі Жәнібек ағамыз айтты дегенде ғой, бірақ ол кісі айтты ма, айтпады ма, второй вопрос да, неше. Біреудің мнениесі болуы мүмкін. Иә, ол просто айта салды да, қазбаласаң, ол да тексерілу керек та, ол да по-своему. И үшіншіден, қарашы, Айдархан, Өзбекәлі
Жәнібек ағамыз действительно айтқан болып есептелсін. Иә? Но сен біреу тұрып мен атамыздың басына барып сұрап едім, маған берді десе, значит, аталар береді деген идеяны бекіте аласың ба сен? То есть, неге аталардың басына барып сұрауы, ол аталардан береді деген идеяны саған бекіту керек? Мүмкін ол аталардың қасына барып, мен Алладан сұрадым деп тұрған шығар мәселен да, ол сен. Алла берді. То есть, сам по себе құжат, біз сондай болып қалғанбыз ғой. Ауадағы әңгімені ойбай, деп отыра береміз да. И одан кейін мен саған айтайын, аталардың басына барып сұрадым, аталар сол кезде маған берді деген кезде, мен ойлаймын, аталардың басына барып сұрауы именно ол Алла береді деген бекіткісі келіп тұр. Потому что аталардың басына, аталар беретін болатын болса, онда прям басына барып сұраудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Негізі аталарды любой уақытта шақырып, сен любой жақта сұрай бересің ғой. Бұл жерде сен Алланың алдында әулие болған құлдарды сыйлау ретінде барғанын Алла көріп тұр ғой. Сондықтан да Алла маған береді ғой деген идеяда беруі мүмкін да ол. Түсініп тұрсың ба? Егер жалпы аталар өздері беретін болса, Құдай сияқты болады. Сен Құдайды сұрау үшін бір жерге баруың шарт емес, дұрыс па? Жатып сұрай бересің. Наоборот да. Сен әрекет еттің, бардың. Алла көріп, сенің бейсаналы, сен оны қазір прям сөйтіп планировать етіп жатқан жоқсың, бірақ бейсаналы түрде сен қарасаң, сенің идея мынандай болуы мүмкін да, енді олар Алланың алдында бөлек орынға ие ғой. Мен қазір барып зиярат қылсам, Алланың ол әулие құлын, Алла менің оның әулиесін сыйлағанды көре тұра, менің сұрағанымды берер Алла деп тұр да, бейсана түрде Алла берер деп тұрсың да сен. Дұға еткен кезде, мысалы, дұға мәселесі болып тұр ғой енді. Біз сұраған кезде естідім да, мысалы, пайғамбардың құрметіне деп дұға ету Тавассул деп аталады. Болады. Пайғамбарымыз я Раббым, бірақ хақысымен деп айтуға болмайды. Хақысымен деген түсінбей қалдым мен. Неге? Өйткені хақысымен деген, мысалы, менде сенің хақың бар. Мына келін бала ма? Біз айтамыз, үйлендіріп жатқанда келін баланың сенде хақысы бар, Айдархан, сенің кімде хақысы бар дейміз? Келін балада хақысы бар. Не ол хақы дейміз? Сен міндетсің оның алдында істеп отыруды да, ол хақысын беріп отыруды. Енді Мұхаммадтың хақысымен деген кезде ол Алланың алдында міндет бар, который Алла оны істеп отыру керек деген идея. Бұл как будто Алланы біз міндеттеп тұрдық та, ол өзі қалауын жасаушы нәрсе зат қой, Алла Тағала. Сен оған хақы деп сөйлей алмайсың да. Былайсында сөзді айтқанда хақысына деп именно сол сөзді. Мұхаммадтың хақын, Алланың алдында ешкімнің хақысы жоқ. По сути дела. Сондықтан да біреудің хақысымен деп сөйлеу дұрыс емес. Құрметіне деген? Құрметіне деген енді тоже Алланың алдында ешкім біреу құрметке емес, былай келгенде да. Бірақ енді сұрайсың, я Раббым, мына сенің әулиеңнің құрметімен деп жай сұрау. Бірақ енді былай келген кезде мынандай мағынада түсінбе дегенім ғой. Типа ол Алланың алдында бір андай хақысы бар құрметке ие дегенде жоқ, просто ол әулие сенің жақын құлыңның несімен сұраймын. Құрал қылып сұраймын деген сияқты идеяны. Сол уақытта сұрасаң болады. Бұл бар, шариғатта бар, бұл бекітілген негізі. Бұл Абу Ханифа да бекітеді, басқалар да бекітеді. Бір алдында хадистерді оқып қалған кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға еткен кезде де ол алдындағы болған пайғамбарлардың бір уақиғаларын келтіріп, немесе сол пайғамбарлар бекітіп, тоже дұға еткенін оқыдым да. Омар радиаллаху анху өзінің заманында халиф болған кезде жамыр жаумай қалады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір немелерін, Хасанды ма әлде Хусейнді ма, шығарып қойып, алға шығарып қойып тұрып дұға қылады. Я Раббым деп анау неменесі арқылы шығады. Хадис бар сондай. Сондықтан бұл тавассул. Бірақ мен шейхтар кезінде барып сұрайтын ғой, бәріміздің жүрегімізде жүретін сұрақ болатын ғой. Ұстаз, ана арқылы сұраймыз ба, мына арқылы сұраймыз ба деген кезде, негізі шариғатта рұқсат. Бірақ рұқсат деген саған міндет, солай арқылы сұрайсыз деген сөз емес ол. Сол кезде менің ұстаздарым естіп айтатын да, жалпы болады, бірақ мен өзім өйтіп сұрамаймын. Мен тікелей Алладан сұраймын деп айтатын да. Бірақ болады деген сияқты. 100% жоқ деп айтпайсың. Айтпайсың. Бірақ сен тек қана солай ғана сұрасаң болады деп те айтпайсың да. В общем, білімі жоқ, қарапайым адамға Алладан прямой сұрай берсе. Алла Тағала сондықтан айтады: "Фаиза саалака ибади анни фаинни қариб" дейді. Ей Мұхаммад дейді, егер сенен келіп менің бір құлым сұраса мен туралы дейді, оған айт деп шықпайды Алла Тағала. Оған айт деп пайғамбар арқылы шықпайды да, оған айт деген сөз айтпайды. То есть егер Мұхаммед менің құлым сенен туралы мен туралы сұрап келсе,
мен жақынмын дейді сразу. То есть оған айт, мен жақын демейді. Потом оған айт десе уже как будто Алла жауап беретін болса да через Мұхаммед шығатын сияқты болып қалады дейді да ғалымдарымыз. Бұл жерде айт, мен жақынмын дей салады да. Бұл айтады, Алла кез келген менің жауап бере салады деген. Бұл жерде пайғамбарлық позиция неде керек? Пайғамбарлық позиция, пайғамбарымыз келді ғой. Біз көп нәрсенің ақ пен қарасын ажырата алмаймыз. Мысалы, мынау зиян ба, зиян емес па? Мына Содрур шариа деген ғалым бар. Соның таудих деген еңбегі бар. Заттың жаман, жақсы дегеніміз үш нәрседе бақылады дейді. Біріншісі, бұл сенің жаныңа сәйкес, сенің жаныңа сәйкес емес, сен табиғатыңа сай емес дегеніміз бұл жақсы жаман болып бөлінеді дейді. Мысалы, сен біреу тұрып қыздармен көп сөйлескен жақсы көрсе да, сен табиғатыңа сай болмаса, сен айтасың, жаман маған ол дейсің. Дұрыс па? Біреу тұрып қыздармен сөйлескен табиғатына сай да, ол үшін жақсы болады да ол. Бірақ басын төмен түсіріп қыздар көргенде ұялып отыратын, сөйлесе алмайтын, оған жаман болады да ол. То есть жақсы жаман табиғатына сай емес тұрғысынан бөліне алады. Жақсы жаман дегеніміз бұл сенің денсаулығыңа зиян беріп, денсаулығыңа пайда беру тұрғысынан бөліне алады да. Бұл как, например, мынаны жесем мен пайда, мынаны жесем маған зиян деген сияқты. Және жақсы жаман деп, үшіншісі бұл дүниеде оны істесең саған мадақ бар, ол амал үшін ақыретте сауап бар. Ал жаман амал істесең бұл дүниеде саған төмендету болады адамдардың, сонымен қоса ақыретте саған жаза бар деген идеяны бұл шариғаттың ішіне келген үкімдер да тоже. Ол жақсы жаман болып бөлінеді тоже. То есть үш тұрғыдан бөлінеді да. Енді мен айтпағым, бағанағы екі түр бар ғой, мысалы бір зат, ең бірінші бір адам шықты дейікші, бірінші адам жіберді ғой. Сол кезде мысалы бір саңырау құлақ тұрса, ол саңырау құлақтың сыртына улы емес екенін біле ала ма сыртына қарап? Жоқ. Біле алмайды ғой. Сондықтан да бірінші адам пайғамбар. Неге? Өйткені ол же информацияны алған болу керек та. Өйткені информацияны алған болып тұрмаса, онда ықтималдық тұра ма ананы барып жей салу деген. Ол өліп қалады да, ол бітті, соң бітіп қалады да. Сондықтан да бірінші адам міндетті түрде пайғамбар дегеніміз ол же хабардар етілген. Алла тағала Құранда айтады, үйреттік дегенде. Алламал асмаа куллаха деп келеді. Үйретті оған бүкіл есімдерді деп келеді да. Заттардың есімдерін неге? Өйткені ықтималдық, мысалы жардан секіріп кету, бұл өлу деген түсінбеуі мүмкін ғой бірінші жаралған адам, жүгіріп барып, мынау не екен деп алдыға жүріп кетсе өліп кете салады. То есть ол бірінші сол ықтималдыққа шыққаны үшін жардан құласаң өлесің деген түсінікте уже тұру керек та. Ол тұрсың ба? Бұл түсінікте қаяқтан алады? Бірінші адам болса, ол Алла айтады. Алла уже айтатын болса, періште арқылы, не өзі тікелей уахи арқылы, онда ол же пайғамбар дегенді бекітеді да. То есть пайғамбар бізге осы үшін ғана керек та. Пайғамбарлар бізге былайша айтқанда дұға қылу үшін міндетті идеясында керек емес. То есть пайғамбар арқылы шықсақ жақсырақ, но өзің сен сұрай алмайсың деген сөз емес та. Дұға қылу бұл басқа нәрсе уже. Түсініңіз, тәңіршілдік деген түсінік қай жерден келген? Тәңіршілдік деген жалпы дін бар ма сондай? Соған қоса сразу сұрақ қойын. Ислам діні қазақ жеріне қашан келді? Қай уақытта келді? Ислам діні қазақ жеріне кіріп келгеннен кейін бірақ барып қазақ хандығы құрылды ма? Жалпы тарихы. Бірақ сен жалпы мен ойлайсың ғой бәріне мықты деп, негізі. Білмеймін ғой. Түріңіз солай сияқты ғой деп қойшы. Айтпам, Айдархан, мен өз нәрсені білетінді айтайын. Бірақ мен бұны қазіргі тәңіршілдіктің позициясын көрейікші. Тәңіршілдер өздерінің жалпы қазіргі болып жатқан жағдайда тәңіршілдік діні дұрыс деп айту үшін қай уақытқа қайтады? Ата-бабаларымыз ислам қабылдаған анық, енді олар, значит, ислам дұрыс емес деп тұрса, ата-бабаларымыздың ислам қабылдаған уақытынан ары қарай қайта керек қой, басқа вариант жоқ, дұрыс па ол? Ол уже анау сақ ғұн дәуіріне кетеді да. Сондықтан да көптеген тәңіршілерді байқайтын болсаң, өздері не алып келген кезде, дәлел алып келген кезде, көп жағдайда бір біз ескі Атилланың замандағы түсініктерді алып келе бастайды да. Потому что сол ғана вариант бар барда. Енді осы жерде алдымызда мынандай вопрос тұрады. Сен қазір сол жақта дұрыс десең,
в данный момент, одан кейін, ол дәуірден кейін, енді ол дұрыс, солай дегеннің өзінде ол дәуірден кейін біздің ата бабаларымыз ислам қабылдаған ғой, енді автоматически олардың бәрін дұрыс емес дейсің да. Қателескен деп, Автоматты түрде айту керексің қателескен деп. Басқа жоқ сенде вариант. Қай кезеңде сонда ислам дінін Қазақстанға келген? Негізі біздің бұл қазақ мемлекеті қалыптаспай тұрған кезде келген бізге. 13-ші ғасырда. 13-ші ғасыр дейді, біреу 12-сі дейді. Бізге бұл бірінші, ой құда, бұрынды хан бет, қазір кім еді? Біз хан бар қабылдаған. Сол 13-ші ғасыр епамын сол. Сол қабылдайды. Сол қабылдан кейін жайлап уже бір әлсірейді, бір нетеді. Енді хан қабылдағаннан кейін болды ғой, то есть оның алдында значит жайлаған. Егер хан қабылдаса, онда ол анау пигына жеткен деген сөз ғой ол уже. Бірақ ол кезде қазақ хандығы құрылмаған еді. Жоқ, просто түркілер жүр ғой бәрі. Былай араласыр бәрі жүр да. Бірақ Керей мен Жәнібек идеясына келген мемлекет болып қалыптасқан кезде бұл уже ислам біздің дінімізге, дәстүрімізге сіңген ғой уже. Сол кейіпте тұрды уже. Сондықтан ана Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, 7 жарғының ішінде бөлек әдет ғұрыптан тыс шариғи заңдардың кәдімгі орын алуы бұл 100% қазақтардың ислам жолын қабылдаған көрсетеді. Өйткені ол заңдарды қарайтын болсаң, жаңа қазір бір Жамбыл Артықбаев қойдым, шатаспасам, негізі жинаған. Негізі ол заңдардың түпнұсқасы келмеген. Ауыздан естіп жиналып алынған ғой заңдардың несі. Сол қарайтын болсаң, басқа да бірде-бір дінге басымдық берілмеген. Тек қана исламға басымдық берілген. Никах, отбасылық нелер бар ғой, құқықтар, жазалау құқықтар бәрі тікелей дінмен бар. Тіпті мынандай бар, кім діннен шығатын болса исламнан, оның жазасы өлім деген сияқты да бар. Сонда Керей Жәнібек хандар анық мұсылман болған сол деген уақытта информация бар ғой. Бірақ Есім хан, Қасым хандар одан кейінгі болғандар ғой. Бірақ бұл уже ол кезде бізде ислам қалыптасқан, бірақ уже. Түсініп тұрсың, өйткені ол заңдардың жазылуына ішіне исламның кіруі уже анау Керей би Жәнібектердің заманынан алдынан келе жатқан болмаса, жайдан жай заңның ішіне кіргізе салу мүмкін емес. Одан кейін қазіргі уақытта көп адамдар шатасатыны, мысалы, әдет ғұрпы заң 7 жарғыда бар ғой дейміз. Ол әдет ғұрпы бізде де бар. Ол біз сол жолмен жүріп келе жатырмыз әлде. Әдет ескеріледі, шариғат дін болып қалыптасады деген сияқты. Бұл бар, бізде бар ғой, мысалы, әдет ғұрып деген кезде, мысалы, келіннің басына орамал тағу деген сияқты нәрселер бар. Ол келеді, келе береді. Ол бір өзінше, бір бөлек, бір-біріне қайшы қоюдың қажеті жоқ та негізі. Сондықтан да тәңіршілдер қазір не біздің аталарымыз бәрін жоқ, дұрыс емес деп барып бекіте алады, басқа вариант жоқ. Не болмаса ана аталарымызға дұрыс дейтін болатын болса, онда олар ислам таңдап қойған да. Екеуін бұрысы. Олар қиын позицияда тұр. Ол бірінші. Екінші айып, тәңірші дегеніміз не ол? Айдархан. Аға тәңіршілік дегеніміз қалай болады? Не ол тәңіршілік дегеніміз? Тәңіршілік дегеніміз бұл философия ма, түсінік па, не ол? Дін болу үшін құқық болу керек, белгілі түрде ше. Бір кітап болу керек та, пайғамбар болу керек. Егер кітап пен пайғамбар идеясы тұрмаса, онда ол дін ретінде қарастырылмайды. Неге қарастырылмайды? Өйткені сен тәңірші болсаң, мен тәңірші болсам, қызды 18 жаста үйлендірген дұрыс қой дейсің сен. Мен тұрмда, жоқ, 21 жаста үйлендірген дұрыс қой деймін. Сенікі қалай мен үшін дұрыс емес болды да, менікі қалай сен үшін дұрыс емес болды. Қалай ақиқатты анықтаймыз? Кітабымыз жоқ қарайтын. Жоқ қой, ештеңе жоқ қой. Сондықтан да вообще жақсы жаман деген түсінік тәңіршіде субъективный ғой, тек өзінің жеке батысына қатысты. Атеисттер сияқты ма? Тура сол. Негізі Алла тағаланың пайғамбар мен құқық деген нәрсені, кітап деген идеясын жүруі бұл маңызды ғой. Осыға айтпаймын негізі Алланың бар екенін да. Мысалы, мін жоқ қой исламда. Таба алмайсың ғой исламда мінді. Просто сыртқы бір вопростарды келтірген кезде, сұрақтарды жасаған кезде, анау не өліп қалған адамға тарихты, арабтың тарихын оқып отырғаны дұрыс па сол кезде деген сияқты бір как будто обманчивый бір не қойғандай болады да, анда бір айлалы, бір шынымен алдап кететін, бірақ дұрыстап зерттейтін болсаң, негізі іліммен бос әңгіме екен көруге болады да негізі. Ислам қуатты, ислам дегеніміз бұл қуат, ислам дегеніміз бұл арман, талғат, бәрі. Бүкіл сұрақтарға жауап беріп кеткен. Иә. Келесі сұрақ ұстаз.
осы кеше мен бір ұстазға осы сұрақты қойған, бірақ ол кісі жауап бере алмады. Енді ол үлкен докторский несі жоқ. Мынандай Мен де сұрақ. жауап бере Мысалға, алмауым мүмкінмін ғой. Көп адамдар айтады дейді да, Нұржан негізі ұйықтап отыр, тәкаппар деп ше. Негізі білмеймін бәрі, бірақ сол қалып бар шығар менде, иә, деген менде кейде ұйықтап бар. Бірақ мен оны қаншалықты тәкаппарлықтан істеп жатыр екенмін деп ойламаймын да. Мен өйткені анық кейде айтамын өзімнің негізі мен білімім ана пәленше ұстаздың алдында мен қатты мықты емеспін деп ше. Жол не Нұрмаракта 4-ші курс оқитын шәкірт қой, мен үшін ұстаз болып тұр да. Иә, жоқ, мен жалпы айтып жатқаным ғой, неше түрлі ұстаздар көп қой, менен артық деп мен өзімнің айта алуым. Жарайды, ладно, тағы бір мақтаншақ болып кетеміз қазір. Давай айта бер. Апа, былай, мысалға ислам діні енді дамып бастап жатқан кезде, пайғамбар кезінде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кезінде сахабалар, пайғамбар белгілі бір ислам дінін дамыту мақсатында белгілі бір мемлекетке барып, оған бірінші хат жазатын болған, иә. Бағанағыдай осылай мен пайғамбармын, ислам діні осындай, оны қабылдаңдар деген секілді өсиетпен жіберетін болған, дұрыс па? Егер де ол өсиетті қабыл етпейтін болса, оларға барып не істейтін болған? Соғыс жариялайтын болған. Қазақстанға да солай кірді, қазақ жеріне де солай кірді деп мен естідім. Сол кезде сұлу қаған ханы сол кезде қабылдаған жоқ, соғысқа шыққан қарсы, бірақ одан кейін жеңілген, сөйтіп арабтар жеңіп, сөйтіп получается өзінің дінін жайған деген сияқты идеология тұр. И мен мына жерде сұрақ туындайды. Сонда ислам дінін жаю үшін соғыс жариялап, соғыспен, қан төгіспен жеткізген ба сонда деген идеология тұр. Мен саған мағына үйреткенім негізі белгілі бір саған енді айтып жатқан кезде, үкім жаратын кезде сен оның құжаттылығына қара. Қаншалықты сенің кәдімгі ана тарихтан алған идеяларың бұл шынымен де солай болған екенін бір көру керек та. Яғни действительно солай ма, солай емес па? Бұл екіншіден, мен мысалы айтамын, Қутуз хан дегендер болғандар, да, Қутуз келді деп мысалы болған шайқастар, бірақ ол шайқастар қаншалықты түрде қазақ елін мәжбүрлеу үшін дінге келді деп айта аласың сен. Соғыстар болып жатыр да бұл. Одан кейін неге мынандай қарастырмасқа, мысалы сол кездегі моңғол шапқыншылығы, ол енді моңғолдың алдында болды, бірақ негізі сол жердегі басқа да мемлекеттердің, дінсіз мемлекеттердің ойрандап жүруіне негізі сол мұсылман әскері төтеп қойған деп айтады негізі. Сол ретінде қарастырмасқа көп қой версия. То есть версиялардың көптігі сол соғыстың болғанына теп өзімізге қарсы Қазақстанға кіріп шығып міндеттеді деп айту қиын. Айдархан. Одан кейін ол кезде қазақ түсінігі жоқ қой. Ол кезде қазақ жеріне деп сол үшін айтып отырмын. Сол түсіндім, бірақ енді қазақ жеріне болатын болса, енді сен қазақ жерінде мәселен біреулер өткенде сұрайды да, ислам діні дұрыс емес деп. Неге дұрыс емес? Өйткені арабтарға қызмет жасап жүрік. Қалай арабтарға қызмет жасап жүрік? Өйткені арабтардың жеріне барып біз не тастап жүрік, ақша тастап, қажылық деп. Мен айтамын, енді жалпы ықтималдық бар ма ертең 100 жылдан кейін ол қазақтың жері болып қалуға? Бар. Онда қазақ дұрыс емес та енді. Өйткені ол қазаққа қызмет еткен болып есептеліп қалады да. Сам по себе мекен жер дегеніміз бұл мынандай нәрсе ғой, беруге телей алмайсың сен. Может сол қазақтар болды ма, болмады ма, қайдан білесің сен? Қазақтың жеріне деп айту да қиын негізі. Қазақтың жеріне, қазіргі жеріне кірген кезде бұл қазақтарға кірді деген сөз деп айту қиын. Потому что сен белгілі уақытта кіруі, оны сол кездегі қазіргі қазақтарға кірді деп айта алмайсың ғой. Мысалы қазіргі арабтардың түбіне барып ақшаны тастап кетіп жатуымыз ертеңгісін 100 жылдан кейін қазақтардікі болатын болса, сол қазақтардікі болып жатқан уақытта 100 жыл бұрын қазақтарға беріп жатыр деген идея айтылмайды ғой негізі. 100 жыл бұрын ол арабтарға беріп жатыр деген сияқты. Сол сияқты сол кездегі кірген уақыт бұл негізі қазақ түсінігі болмаса, онда қазақтың жеріне кіру арқылы қазақтарға кірді деп айтылу қиын негізі. Түсініп тұрсың ба? Сол сам по себе сол. Басында мысалы ислам дінін бүйтіп дауат жасаған кезде бана пайғамбар хат жібереді деген. Енді жаңа исламның басқа мемлекеттерге шабуыл жасау идеясы. Соны сұрасаң, Айдархан, бізде усул фих деген ілім бар, соның ішінде мысалы әрбір үкімнің айласы себеп айтылады. Мысалы, сенің намаз оқуының себебі не? Причинасы. Алла бұйырғаннан кейін? Жоқ, Алла бұйырды, бірақ Алла бұйырғау емес қой негізгі себеп. Алла бұйырды, потому что ол жерде себеп бар оның алдында дейді да. Не? Сен мысалы осы жерде тұрсың ғой, сөйтіп бірінші этажда тұрсың да, сөйтіп 5-ші этажға көп сумка тасуың керек та. Анан жұмыс жасаған қазір.
қасынан өтіп бара жатты да, ағамыз өтіп бара жатты да, айтты, кел Айдархан көмектесіп жіберейін деді. Сен бәрін 5-ші сыныптан көмектесіп жібер. Соншама қиналып саған көмектескеннен кейін сен рахмет деп айтпауың мүмкін ба? Мүмкін емес па? Рахмет деп айтпай кете аласың ба сен? Айтасың ғой. Айтасың ғой. Иә. Енді саған сен демалып тұрған жоқсың, Алла сені демалдырып тұр. Сен мына жерін кесіп алсаң, өзі жазылады, Алла жаздыртады. Сенің асқазаның істеп тұр, сенің шашың өсіп жатыр, сен сілтеп жатқан жоқсың оны. Көзің көріп тұр, ол Алла көріп тұр. Қанша сумканы тасып беріп тұр ма саған? Енді сен оған бір рахмет деп айтуың керексің бе? Намаздың идеясы сода. Рахмет. Шүкіршілік. Иә. Значит, себебі бар. Тура осылай каждый амалдың себебі болатын болса, онда соғыстың да себебі болады. Бұл шариғатта джихад деп аталады, иә, білесің ба сонда? Неге деңіз? Не оның себебі? Не оның себебі? Просто барып ат жөнін шаба бермейді ғой. Баяғыдағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның соғыстарының барлығы ғалымдарымыздың айтуына себебі дафул аза. То есть оларға төніп тұрған нені қауіпті кетіру мақсатында. То есть пайғамбарымыз салсам оларға барып тұрды, потому что олар шабуылдайын деп тұрды. И так та болайын деп тұрды. Түсініп тұрсың ба? Енді сен өзіңді қорғау үшін соғыспасаң ақмақсың ғой енді. Тура сол идеяда усул фихта. Түсініп тұрсың? Қазіргі уақытта бұл не жоқ идея. Мұсылмандарға төніп тұрған қауіп деген нәрсе жоқ қазір. Қашан сенің семьяңа қауіп төніп тұрады, саған фарз барып шығып барып қолды қорғау. Сол тура сол идеясында. Осы. Бұл жерде дінді жаю міндеттеу мақсатында соғысты деген идеология жоқ. Кім? Айдархан, егер біз соғыс болып жатыр, из-за того, что бәрін міндеттеп исламға дінге кіргізу үшін деп айтатын болса, қайда кетті біздің қағидамыз? Ла икраха фид-дин, дінде зорлық жоқ деген қайда кетті қағида? Сол. Қайда кетті? Омар радиаллаху анху Константинопольда ашатын кезде бар ғой, кірген кезде бәрі христианский болған ғой. Омар радиаллаху анху христиандар өздерінің христиан монастырлерінде қалып құлшылықтарын қыла берсін, ешқандай христиан монастырлар болмайды. Не, ол солай айтпаймын негізі. Просто сөзді өлтірмеймін. Адамдар мынандай ғой, сыртқы бір түсінікті көріп алады да, өзі байланыс құрып алады, өзі үкім шығарып, деп жүріп. Бұл құжат әлемі үлкен әлем негізі. Да, конца зерттеу керексің. Неге ол деп. Лайк. Алла разы болсын. Біз осымен аяқтайық. Иә, конечно. 50 минут болды ойдым. Сол ұстаз, Алла разы болсын сізге примерно сол ислам тәңіршілдік деген темаға бір сүңгіп шыққандай болды. Кіру керек болды да. Сол, рахмет, Алла разы болсын. Осы видеоны барынша тарқатыңыздар. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуху.